көліктің сыртқы келбетіне шыны керек мен өзім сынам. Расымен де дизайны өте удачно орындалған десем болады. Тем более мынандай Kia марканың эмблемасымен, яғни бәрі жарасымды, үйлесімді болып тұр. Кузов пен тіпті дөңгелектердің, яғни 19-шы тәпішкелердің үйлесімділігін айтсайшы шіркін. Көлік 2024 жылғы, дәлірек айтқанда 2024-тің қараша айы 2,5 атмосферлі қозғалтқышпен және оның қасында автомат қораппен, яғни сенімді болған автомат қораппен бірге жабдықталады. Алдыңғы бөлігіне келетін болсақ, мұнда агрессивті тор мен диодты жарық шамдары бірлесе отырып, көлікке шынымен де жақсы бір көңіл күй сыйлайтыны анық. Кузов жайында кері байланыстар осы күнге дейін көптеген ұсыныстар, онымен қоса шағымдар да келіп түскен екен, достар. Дәлірек айтқанда, көліктің сыртқы бояуы өте жұқа, соның есесіне көлікте сызықтар, түрлі жаңағыдай жарықтар пайда болып үлгерген. Бірақ қорқатын ештеңесі жоқ, зауыттан бұл көлік бізде толыққанды мырышпен қапталып шығады, яғни оцинкованный болып келеді кузов. Көрініп тұр, бізде саймандар панелі толыққанды цифрлы, оның жанында осындай үлкен монитор бар. Мониторды мен карта арқылы тексеріп көргенді жақсы көремін. Неге десеңіз, процессордың қаншалықты мықты жұмыс жасайтынын картаны ашқан кезде білетін боласыз. Қараңыз, ешқандай қату, діріл ондай байқалмайды. Демек, бұл жерде бір жақсы процессор тұр деп есептеймін. Әрине идеал емес, бірақ өзіне жарасады, жетеді. Оның төменгі бөлігінде физикалық батырма қалдырылған, апаттық батырма, бұл өте жақсы, маған ұнайды. Келесі кезекте астында біздің климатты баптау батырмалары, әрине бізде сенсор. Кішкене маған сол нәрсе ыңғайсыздық туындатады. Бірақ бір плюс, үлкен жирный плюс, мына жердегі екі жақты климатты баптау батырмалары, яғни бұрандалары бізде толыққанды физикалық. Жолаушы өзіне және жүргізуші өзіне осылай климатты қажетті температураны баптай алады. Төменгі бөлікке келетін болсақ, мұнда бізде 12 вольттық ұяшық, оның жанында USB порт, Type-C порт және заттарыңызды қоюға болатын мүмкіндік бар. Төмен қарай жылжимыз. Мұнда бізде старт-стоп батырмасы орналасқан. Одан кейін екі көтен жылтқыш, яғни алдыңғы жүргізуші мен осындағы жолаушы үшін. Қасында, ортасында бізде осындай рөлді жылтатын батырма да бар. Мына штурвал естеріңізде бар болса, Volkswagen Touareg-терде ең алғаш қолданып бастаған болатын. Біздің 2002-2003 жылдардан бастап қателеспесем, пікірге қалдырып кетіңіздер, басқа да маркаларда бар болса. Төмен қарай түсеміз, мұнда біздің жүріс мод таңдай аламыз, яғни драйв мод бізде қазіргі таңда эко, нормал, спорт және смарт. Осы 4 режимді таңдауға болады. Онымен қоса астында бізде жүріс жағдайларын таңдай аламыз. Қарды аймақта, немесе батпақ, лайлама аймақта және құрғақ, шөлді, құмды аймақтарда осылай батырма арқылы біз жүріс режимін таңдай аламыз. Сонымен қатар, достар, мұнда бізде таудан түскенде көмекші батырма бар. Автохолд, паркинг дәрежесін, сосын камера. 360 камераны осымен қосып қарай аламыз. Келесі жақта бізде екі стақан қойғыш орны қарастырылған. Оны әрине өзіміздің ыдысымыздың көлеміне қарай осылай жаңағыдай таңдап, кеңейтіп, немесе кішірейте алатын мүмкіндіктер бар екен. Так, мына жерде тағы да бізде бар жеткілікті заттар қоя аламыз. Так, шынтақ тірегіштің арнайы ішінде бокс орналасқан. Менің Holy Land мұнда жатыр. Келесі кезекте рөлге келетін болсақ, ең үлкен минус осы жерден басталады. Көлік бар болғаны 23397 шақырымды жүріп өткен, бірақ көліктің былғарысы, яғни рөлдің былғарысы жай уже кетіп бастаған. Бізде мультируль, мұнда барлық батырмалар өз орнында тұр деп есептеймін, яғни жүріс режиміне қатысты батырмалар оң жағында, аудиосистема цифровизацияға байланысты барлық батырмалар сол жағында орналасқан. Бұл ыңғайлық туындатады, кейбір Қытайлардағыдай емес. Бізде мұнда жаңағыдай перчатник дейді, құжат салғыш арнайы орнымыз бар. Жоғарғы бөлігіне келетін болсақ, бізде жаңағыдай арнайы жаңбырды сезетін датчик дождя, сосын датчик света, осында барлығы орналасқан. Келесі кезекте мына жерде бізде жарық шамдары есік ашқанда деп арнайы қойып қоюға болады, және үнемі жанып тұратын жарық шамды қосып қоюға болады.
Kia Sportage'ге, әсіресе Kia компаниясы айтатын. Сіздерде үнемі осы жарықтармен проблема бар. Қараңызшы, қазіргі заман диод, нүктелі жарық шамдарды қоятын уақыт асып кетті десек те болады, бірақ сіздер әлі осындай сары жарық шамдармен салонға тіпті мынаның жарығы түспейді сіздерге. Бұл үлкен екінші минус деп айтсам болады салоннан. Жақындағы жарық, яғни ближний жарық шамдарына келетін болсақ, ол мүлдем нашар. Жалпы осылай біздің сол жағымызда мына жерде әдеттегі батырмалардың барлығы орналасқан. Көліктің артқы салонындамын достар. Мұнда орын өте кең, жеткілікті. Sportage'ның ең үлкен плюсы осында футбол ойнауға болатындай әрине қалжың орын жетеді десем болады. Сонымен қатар жүргізушінің орындығының артқы панелі, мына жерде ара қашықтығында біраз орын бар. Естеріңізге салайын, менің бойым 1.80 болса, жаңа көліктің алдында өз бойыммен отырып, арқасында да дәл сол шамада кісі отырғанда орын саны жеткілікті болатын естеріңізге салғым келеді. Мұнда бізде арнайы ілгіш орналасқан, білмеймін бұның қаншалықты пайдалы екенін, бірақ мүмкін плюс шығар. Сонымен қатар бізде мұнда Type-C-ге арналған арнайы ұяшық бар, және келесі кезекте жүргізушінің артқы орындығының жағында да осындай Type-C-ге арналған ұяшық бар. Бұның да үлкен плюс екенін білдіргім келеді. Бізде диффузорлардың екеуінің де орналасуы реті өте ыңғайлы, әдемі деп ойлаймын. Бұған енді ешқандай бір талас немесе пікір қалдырудың маңызы бар ма білмеймін. Астыңғы қатарда осындай арнайы зат салатын, мүмкін тиын тебен басқа да заттар салу керек болатын болса, орындар қарастырылған. Мұнда бізде иық тірегіш, яғни шынтақ тірегіш бар. 2 стакан қойғышымен бірге. Бұны әрине жинап қоюға болады. Isofix батырмалар қарастырылған. Көліктің артқы есігінің карталарына келетін болсақ, мұнда бізде көліктің артында отырған жолаушылар үшін де көтен жылытқыш батырмалары бар екен достар. Ендігі кезекте салонның жалпы минустарына келейік. Мына пластик өте сапасыз және арзан пластик болып табылады. Қараңыздар, мына сызықтар қазірден білініп тұр. Естеріңізге салайын, көліктің жасы бар болғаны 23.000 шақырым. Мына жерде де дәл сол секілді арзан пластик орналасқан, онымен қоса мына жерде де толыққанды арзан пластик. Бұл дауысын естіп жатқан болсаңыздар, кішкене көңілді көншітпейді екен. Сонымен қатар мына жерде ғана бізде есік карталарында жасанды былғарыны қосқаны көрініп тұр. Одан бөлек барлық пластиктердің барлығы үлкен мусор, қалдық, сызықтар, жарықтар бәрін қабылдайтыны байқалып тұр. Мына нәрсені ше, іліп қою деген нәрсені қою керек. Оны жайлап жіберу керек. Сосын көлікті әрқашан елдікті өз орнымен алу керек. Қозғалтқыштар жайында жалғастырайын. Олардың біраз модификациясы бар. Соның ең кішкентайынан бастайтын болсам, бұл 1.6 турбо G4 FP индексімен сатылатын қозғалтқыш. Жалпы 2019 жылдан бастап шығарылады. Оның жаңа CVT фазаларды басқару жүйесі мен жаңа турбинасы бар екенін айта кеткенде жөн көрдім. Жалпы алғанда қозғалтқыш жақсы, енді халық арасында жақсы пікірлер бар. Бірақ егер оны екінші қолдан сатып алғыңыз келсе, абай болғаныңыз дұрыс. Себебі мұнда мотордың турбинамен бірге жабдықталатынын ұмытпауымыз керек. Яғни бұл атмосферлық қозғалтқышқа қарағанда өміршеңдігі аздау болып келеді. Кейбір иелерінің айтуы бойынша шамамен 50.000 шақырым жүргеннен кейін клапандарда нагар, яғни күйік пайда болып, мотор май жей бастайтын дүниелер де кездеседі екен. Гибрид нұсқасы бар сонымен қатар. Жалпы гибридті G4 FT индексті моторы туралы пікірлер жақсырақ. Бірақ бір мәселе бар, оны жөндей алатын сервис табу қиын екен. Бізде жалпы Қазақстанда тіпті қиын десек те болады. Сондықтан мұндай нұсқаны таңдағанда алдын ала сенімді механик ұста іздегеніңіз дұрыс болады. Сенімді нұсқасы бар достар. Бұл бізде 2 объемнан тұратын G4 NL индексімен сатылатын қозғалтқыштар. Поршендерді салқындататын арнайы форсункалар бар. Яғни бұрынғыдай задир мәселесі мұнда жоқ десек болады. Бірақ дегенмен де бұл көліктің, яғни бұл қозғалтқыштың да мән беретін тұсы бар екен. ГРМ цеп созылуы мүмкін, сондықтан оған мұқият қадағалап бақылауды қажет етеді. Қиын нұсқасы бар, әрине. Бұл бізде 2.5 литрлік G4KNN индексті мотор жаңағыдай талғампаздау болып келеді. Дәлірек айтқанда бензин кемінде 95, одан жоғары, яғни құясыз.
Сонымен қатар майдың оригинал деген майларды таңдауыңызға кеңес беремін. Қысқасы, май мен бензинге мұқият қарау керек болады. Әдетте алғашқы белгілері 100 000 шақырым болғанда майды жеп, керек болса шелектеп ішетін де жағдайлар кездеседі екен, пікір білдірген адамдардың арасында. Жаңа көлік үшін бұл әрине проблема болмауы мүмкін, сондықтан мүмкін болса 2.5 моторлы қозғалтқышы бар жаңағыдай көлікті салоннан алғаныңыз дұрыс болады деп есептеймін. Плюс сізде 5 жыл гарантия бар ғой бәрібір. Достар, сонымен қатар дизельді нұсқалары бар. Бұл 2.0 D4 HD дизельді жаңағыдай индексті қозғалтқыштар бар. Бірақ алғашқы 10 000 километрде де май жеп кеткен пікірлер бар екен достар. Жалпы бұл қозғалтқыштың арасында. Сонымен қатар 1.6 нұсқалы D4F индексті қозғалтқышта бар екен бұлардың арасында. Бірақ бұл 2.0-ге қарағанда сенімдірек келеді және ұзақ мерзімді жаңағыдай ұқыпты қолдансаңыз сізге қызмет етіп береді деген пікірлер де бар екен. Тек бұл осы 1.6 дизельді EGR жүйесі мен жаңағыдай күйе қалдық фильтрге кейде күтім жасау қажет болады. Сондықтан көлік қатты бір капризный емес деп айта аламын. Трансмиссиясына келетін болсақ, трансмиссия бұл көліктің жүрегі десек те болады. Kia мен Hyundai'ның жаңағы толық жетекті жүйесі кейде тат басуға бейім болып келеді, әсіресе шлиц біліктері. 6 сатылы механика бұл M6 CF4 индекспен сенімді, бірақ алғашқы үлгілерінде подшипниктердің гуілдеуі байқалғанын айтады. 6 сатылы автомат бұл A6 MF1 индекстегі қорап 2009 жылдан бері шығарылған алғашқы қателер түзетілген қазіргі таңда сенімді қорап болып келеді достар. Жалпы енді былай аспасына ілінісу келетін болсақ, алдыңғы жылдары кейбір көліктерде сайлент блоктардың тез тозу байқалған болатын, бірақ қазіргі таңда бұлардың барлығы шешілген десек болады.